Ли Жиян жасырын келіп суретті қайтармақ болды. Сол арқылы Мэй Инді толықтай босатып, оған қайта хабарласпауға шешім қабылдайды. Алайда нәтижесінде Мэй Ин оны дәл сол сәтте ұстап қана қоймай, Ли Жиянның Ли Ин екенін де біледі. Ал осы сәтте Мэй Ин білгісі келеді. Бұрын Ли Ин айтқан сөздер мен жұбату тілектерді шынымен Ли Жиян айтқан ба, әлде Ли Ин бе? Ол Ли Жиян әлі өзіне ғашық па екенін білгісі келеді. Алайда Ли Жиян салқынқанды түрде бұлардың бәрі жалған сөздер деп айтып, Мэй Иннің 3 жыл ішінде әлі де сондай аңғал болып біреуге қалай оңай алданатынын сұрайды. Сондай-ақ ол бұл сурет өзіне қарапайым тек бір сурет қана екенін айтып, егер қаласа қайта беретінін айтады. Бұл сөздер Мэй Инді ашуландырып, оны тезірек кетуге мәжбүр етеді. Ли Жиян дәл осындай әсер қалдыруды қалайды және артқа қарамастан кетеді. Ли Жиянның барлық әрекеті Мэй Инді ашуландырып, оны мүлде ұмыттыруға бағытталған. Содан кейін Ли Жиян Шилоны қайта табады және оған өзінен үміттенбеуді тағы да ескертеді. Себебі ол ешкімге зиян тигізгісі келмейді. Шило Ли Жиянның ой пікірін түсінеді, өйткені ол Ли Жиянның сол отбасының тұқым қуалайтын ауруының шын мәнін біледі. Ли Жиян кез келген сәтте бәрін ұмытып өмірден кетуі мүмкін. Сондықтан барлық сезімін үзу керек, өзіне ғашық әйелдерге зиян тигізбеу үшін. Өз ішіндегі ауырсынуды қалай шығаруды білмеген Шило көршісі Даниэльге сөйлесіп, кездейсоқ Ли Жиянның қазіргі қауіпті жағдайын айтып қояды. Бұл Даниэльге бір нәрсені түсіндіріп береді. Ли Жиян Мэй Инге ауырсыну келтірмеу үшін ажырасуға шешім қабылдаған. Шынында да Ли Жиянның жасы тұқым қуалайтын аурудың ең қауіпті кезеңіне келді. Кез келген сәтте бәрін ұмытып өліп кетуі мүмкін. Сондықтан ол өзінің болашағын ойлап, Мэй Инге жарты мөлшерде мүлікті қалдырып, оның өміріне жол ашты. Егер өзінен кейін өліп кетсе, Мэй Ин бұл туралы білмеуі тиіс. Өгей інісі ағасының сол халін көріп алаңдайды. Қазір оны дәрігерлер үнемі бақылап отыр. Бұл байлыққа ие бірақ қысқа өмір сүретін отбасы үшін парадоксалды жағдай. Ақша бар, бірақ не пайда? Өмір мен өлім алдында тек қатал шындықты қабылдауға тура келеді. Ли Жиянға қатты ренжіген Мэй Ин қайта шетелге шығуды шешеді. Бірақ шығатын күннің алдындағы күні Ли Жиянның адвокаты оны табады. Адвокат Ли Жиянның барлық қиындықтарын Мэй Инге айтқысы келеді, бірақ ақыры сөзін іште қалдырып, тек Мэй Инге сәттілік тілейді. Содан кейін Шило Мэй Инді табады, бірақ бұл жолы Ли Жиянды қайтару үшін емес, өзара түсінбестікті жою үшін келеді. Шило Мэй Инге өз ойынша Ли Жиянға қалай қарағысы келсе, солай істеуін айтып, қайта бастаса да еш наразылық білдірмейтінін айтады. Мэй Ин Шилоның неге бұлай айтқанын түсінбейді, бірақ Шило Ли Жиянның аз қалған өмірін өкінішпен емес, бақытты өткізуін қалады. Тіпті Мэй Ин зардап шексе де. Мэй Ин ештеңе байқамайды. Бұл күн ол шетелге шығуға дайындалып жүр. Заттарын жинап жатқанда өзінің емес магнитофон тауып, жазба қағазды оқып, бұл Ли Жиянның адвокатынан жасырын өз сөмкесіне қойылғанын түсінеді. Қызыққа толы Мэй Ин оны қосып тыңдайды. Онда Ли Жиянның адвокатқа айтқан барлық сөздері жазылған. Сол сәтте Даниэль келеді. Мэй Ин шетелге шығу шешімін өзгертпейді. Даниэльге әуежайға апаруын тапсырады. Бірақ Даниэль ойынан бас тартып, Мэй Инге шындықты көрсетуге шешім қабылдайды. Бұл әрекет Мэй Инді соңында жоғалтуға әкелуі мүмкін, бірақ ол адал болуға тиіс. Даниэль Мэй Инді Ли Жиянның үйіне апарады. Әжесі Мэй Иннің келуіне қуанады, бірақ Мэй Ин келген мақсаты Ли Жиянның құпия бөлмесін көру. Құпия бөлмеге кіргенде барлық заттар өзіне тиесілі екенін көреді. Теледидарды қосқанда Ли Жиян есін жоғалтудан қорқып, өзінің естеліктерін жазып алғанын көреді. Ли Жиян өзінің әйелін сүйетінін және оны ұмытпау керектігін бірнеше рет айтып өтеді. Осы сәттен бастап неге өзінен алыстауды сұрағанын түсінеді. Тым сүйгендіктен Мэй Инге зиян келтірмеу үшін. Босатуда махаббаттың бір түрі. Ажырасу мен бала құқығынан бас тарту, бәрі оны қорғау үшін жасалған. Шындықты білген Мэй Ин еңіреп жылайды. Өз қателігін түсініп, Ли Жиянды ренжіткенін мойындайды. Сол уақытта Ли Жиян басқарма қысымымен баспасөз конференциясын өткізуге мәжбүр болады. Тұқым қуалайтын ауру өлімнің оғы сияқты, компанияға зиян келтірмеу үшін президенттік қызметінен кетуге тура келеді. Сол уақытта Мэй Ин келеді. 3 жылдан кейін Ли Жиян Мэй Инді тастауға мәжбүр болған шындықты біледі. Мэй Ин реніштен махаббатқа бірден өтеді. Мэй Ин Ли Жияннан егер менің денемде қандай да бір ауыр дерт болса, сен дәл қазіргідей мені өзіңнен алыстатар ма едім? Ли Жиян мұны ести сала қатты толқып кетті де. Қалайша алыстатамын? Әрбір минут, әрбір секунд сенің қасыңда болып, бірге болар едім деп жауап берді. Мұндай жауапты естіген Мэй Ин мақтанышпен күліп жібереді. Мэй Ин бірінші Даниэльге ризашылығын білдіріп, ренішпен азаптан сақтап қалған үшін алғыс айтады. Кейін Даниэльден кешірім сұрап, енді оның қасында бола алмайтынын мойындайды. Даниэль бұл нәтижені бұрыннан білген, тек Мэй Иннің бақытын тілейді. Мэй Ин кеткен соң Даниэль жүрегі ауырып, Мэй Инді өмір бойы жанында болуын қалайтынын сезеді. Қарындасын таппаған, қорғауға бел байлаған әйелінде жоғалтқан Даниэль өзін жалғыз сезінеді. Кешке қатты мас болып, лифтте Шило оны тауып, өз бөлмесіне жеткізеді. Сол жолы Шило Даниэльдің бөлмесінде фоторамканы көреді. Онда Даниэль мен қарындасы бала кездегі суреттері тұр. Шило бәрін көргенде жан дүниесі толқып кетті. Ли Жиян мен Мэй Ин бәрін елемей бірге болуды қалайды, бірақ әжесі оны тоқтатады. Әжесі көп жыл бойы жалғыз қалғандықтан Ли Жиянның ауруы шығып, шынымен қайтса, Мэй Ин де өзі сияқты мәңгілік жалғыз қаларын жақсы біледі, бірақ Мэй Инге бәрібір. Алдағы жол қаншалықты қиын болса да, Мэй Ин Ли Жиянның қасында болуға шешім қабылдайды. Әжесі әсерленеді, бірақ Мэй Инге анасының пікірін сұрауды ұсынады. Сол сәтте Мэй Ин анасына келеді. Анасы Ли Жиянның отбасының қысқа өмір сүру шындығын біледі және Мэй Иннің таңдауына қарсы, бірақ оның қатты шешімін көріп, ауырсынса да келіседі. Мэй Иннің анасы Ли Жиянды өз баласы сияқты көреді және оны азаппен өлуін қаламайды.
Сол уақытта күтпеген оқиға болады. Ли Лунг үнемі қорқып, ауру кезеңіне жақындап келеді. Анасы оған тыныш болуға кеңес береді. Себебі Ли Лунг Ли отбасының қанынан емес. Бұл туралы ешқандай дау шықпайды, өйткені әжесі бұрыннан білетін. Өгей анасы Ли Джиянға әкесінің қалдырған дәптерін береді. Сол дәптерден Ли Джиян әкесінің ауруы шыққан соң, сүйгенін азапқа қалдырмау үшін өз таңдауын жасағанын біледі. Ли Лунг пен оның анасы сол уақытта Ли Джиян әкесіне қамқор болып, оның ауыртпалықсыз өлуіне көмектескен. Сол себепті Ли Лунг пен анасы Ли Джиян әкесінің қамқорлары болып, Ли Лунг әкесінің тәрбиелік ұлына айналады. Шындығын білген Ли Джиян әкесінің сол кездегі таңдауының қажеттілігін түсініп, өгей анасы мен Ли Лунгты өзінің шынайы отбасы ретінде қабылдайды. Барлық кедергілерді жеңген соң Ли Джиян мен Мэй Ин үлкен, сәнді той жасауға дайындалады, бірақ той басталар сәтте олар қашып кетеді. Ли Джиян әкесінің құпиясын жерлеген ағашты тауып, көп естеліктері бар ағашты қазып, әкесінің қалдырған заттарын табады. Әкесі жазған хатта өз шешімі қате болғанын айтып, Ли Джиянға ешқашан болмаған жағдай үшін өмір бойына өкінетін шешім қабылдамауын ескертеді. Әкесінің тілегі әр күннен ләззат алып, өлім алдында жақындарына бақыт сыйлау. Ли Джиян бірінші рет әйелімен некелескенде толық көңілсіз, өзін тағдырдың қатты ойнағанын сезеді. Қалайша ешбір сезімі жоқ әйелмен үйленіп бала сүйе алады. Жүрегі әлі де бұрынғы, өліп тіріліп сүйген, бірақ бірге бола алмаған бұрынғы қызын ойлайды. Алайда Ли Джиянның мүлде күтпегені екінші некеде де сол әйелмен некелеседі. Енді ол көңілсіз емес, керісінше толық қуанышпен бағалауға толы. Сол сәтте ол түсінеді, бұл оның тағдыр тағайындаған шынайы махаббат екен. Бұл тағдырдың сыйы, қазір олар екі жақты сезіммен сүйіспеншілікте. Екінші некеден кейін олар бір-бірінен бөлінгісіз, шынайы махаббатпен байланыста. Өмірдегі ең бақытты нәрсе өзің сүйген адаммен бірге болу. Уақыттың өтіп бара жатқанын сезбейсің, әлемде тек олардың жүрек соғуы ғана қалғандай. Әр секунд өмір бойы жеткілікті әсер қалдыратын толқуды береді. Әр қараған сәт жүректі электр сияқты жарқыратқандай әсер етеді. Әр жақындау жаныңды тек сенсің деп айқайлатқандай. Олардың бал айы саяхаты. Махаббат басталған жерге, Қытайдың Макао қаласына бағытталған. Әжесі немересін тез көруді қалап, сол кездегі кездейсоқ кездесуді қайта ұйымдастыруды шешкен. Бұл Ли Джиян сапарға шықпас бұрын әжесінің ашық айтқан сөзі. Ли Джиян жаңа үйленіп, әлі өмірден ләззат ала алмай тұрғанда, бала үшін бәрін тоқтатқысы келмейді. Сондықтан 1 жыл жарым күтіп, бала мәселесін кейінге қалдырма. Ал әжесі күте алмайды. Отбасының тұқым қуалайтын қысқа өмірі қашан келетінін білмейді. Сондықтан әжесі Ли Джиян мен Мэй Иннің кездейсоқ кездесуін қайтадан ұйымдастыруға шешім қабылдайды. Осы мақсатпен Цзютай мен Ли Лунгты құпия түрде әрекет етуге жібереді. Сол үшін Цзютай мен Ли Лунг арнайы әрекет жасайды. Барлығы дайындалған сусын арқылы Ли Джиян мен Мэй Ин белгісіз дәріні ішеді. Сусын әсерінен Мэй Ин шатасып, бөлмесіне барып ұйықтайды. Ли Джиян да шатасып бөлмеге кіреді. Басқа бөлмеге бармауы керек еді. Цзютай мен Ли Лунг маскамен келіп, Ли Джиянды дұрыс бөлмеге жеткізеді. Бәрінің әсерімен Ли Джиян мен Мэй Ин жақындаса, сол кездегі сезімдер қайта тұтанғандай болады. Әжесі ата-бабасына дұға жасап, Ли Джиян мен Мэй Иннің отбасы үшін ұрпақ қалдыруын тілейді. Ертеңінде Ли Джиян мен Мэй Ин оянады. Екеуінің бір-бірін толық көргеніне қарамастан, бұрынғыдай таңғалмайды. Сол сәт оларды Макаодағы алғашқы кездесуін қайта еске алды. Қазіргі көрініс сол кездегіден бірдей. Айырмашылығы, қазір олар заңды некедегі шынайы жұбайлар. Ли Джиян жаңа үйленген түннің есінде қалмауына ренжіп, екі қара киімді адам мэр Цзютай мен Ли Лунг екенін түсініп, 2009 бөлмесіне жүгіріп барып, оларды қатты сөгіп тастайды. Мэй Ин үшін жаңа үйленген алғашқы түнді осылай өткізуге қалай болады деп ашуланады. Мэй Ин екінші түнді толық есінде өткізеді. Ұмытылмас жаңа үйленген түнге айналады. Бала айынан қайтқаннан соң, әжесі өте қуанады. Мэй Ин жүкті болып, егіз бала көтерген. Сол түнде Шило Даниэльдің есігін қағып, алғаш жасалған блиндерді дәмін көру үшін әкеледі. Даниэль риза, дәмі жақсы дейді. Ал Шило ұзақ үнсіз қалады. Кейін бір фотосуретке қарап, онда кішкентай бала кім екенін сұрайды. Даниэль бұл өз қарындасы екенін айтып, Шилоның сұрағына таң қалады. Шило қорқып тез кетеді. Даниэль кейін анасына барып, Шилоның шынымен оның ұзақ жылдар бойғы жоғалған қарындасы екенін анықтайды. Анасы да жасырмай, Шилоны жетімханадан алғанын айтады. Және қызы Шилоға бар шындықты айтып береді. Екі бауыр 20 жылдан кейін қайта табысады. Даниэль өзін кінәлі сезінеді, бірақ Шило өткенді ұмытқысы келеді, енді бірге өмір жолын бастайды. Мұнда оқиға толық аяқталады, бірақ Ли Джиянның тұқым қуалайтын қысқа өмір ауруы да келеді. Алайда жақсы жаңалық, 3 жылдан кейін 40 жасқа келген Ли Джиянда ауру белсенді болмайды. Дәрігер оны құттықтап, енді өмірін бақытпен өткізуге болады дейді. Ли Лунг Мэй Иннің дос қызы Чиянге көңіл аударады. Кездесу күні оның анасы Чиянды қарапайым деп ойлап, бай емес деп ойлайды, бірақ Чиянның әкесі келгенде оның байлығының шексіз екенін түсінеді. Әжесі де Чиянды танып, Ли Лунгтың отбасының ұлы екенін растағандай болады. Ли Лунг пен анасы қатты әсерленеді. Соңында Ли Джиян мен Мэй Ин егіздерімен бақытты өмір сүріп, Макаодағы кездейсоқ кездесу, 2006 және 2009 бөлмелеріндегі шатасқан оқиға олардың өмірлік тағдырына айналады.
Бастапқы некеде Ли Джиян бұрынғы махаббатқа беріліп, бұл кездейсоқ қарым-қатынасты мәжбүрлі деп санайды. Бірақ уақыт өте келе түсінеді. Тағдырдың шынайы махаббаты кездейсоқ емес, бір-бірін ешқашан тастай алмайтын махаббат. Ли Джиянның отбасының қысқа өмір ауруын жеңуі, Макаода алғашқы кездесуін қайтадан сезінуі, егіздердің тууы бәрі оқиғаны толықтай аяқтайды. Махаббат қиындықтардан өтсе де, егер жүрек бір-біріне бағытталса, барлық кедергілерді жеңіп, толық бақытқа жетеді.